Қалай біз ВБ-да нөлден бастап миллион табысқа шыға аламыз? Ол жердегі алғашқы 5 қадам. ВБ жайлы қазір әңгіме көп. ВБ өліп қалды дейді, тауарлар өтпейді, онда аз ақшамен бастай алмасын дейді. Осы сұрақтарға мен сабақ барысында сіздерге жауап беруге тырысамын. Бүгінгі сабақтан сіздер не аласыздар? Қалай ниша таңдаймыз, қалай зауытқа напрямую шығамыз, қалай масштабқа шығамыз, продвижение қалай істейміз, және де сабақтың соңында мен сіздерге күшті бонус дайындап қойдым, соңына дейін күтіңіздер. Неге мен бұл жерде айта аламын? Менің есімім Араян, 25 жастамын, ВБ-да соңғы 8 айда 300 миллион оборот жасадым. Менде 4 сотрудник бар, таза прибыль 6 айдың ішінде $144 мың болған. Қалай мен бұл жерге келдім? Мен ВБ-ға 3 рет попытка істедім. Яғни бірінші попыткасында мен минусқа кетіп, шығып кеттім. Сосын айналып кеп, тағы да келдім. Бұл жерде кішігірім пайда көп бастадым. Қызықтым да, 3-ші рет тағы да басып, үлкен масштабқа шығып алдым. Масштабқа шыққан соң көп ақша да келді. Басында қандай қателіктер жібердім? Ол деген біріншіден тестқа көп талап алу. Тест деген затты Қытайдан әкелесіз, сатып көресіз, сатылса көбірек алуға болады, сатылмаса осы жерден тоқтайсыз. Тестқа көп талап алу бұл үлкен қате. Екіншісі бұл упаковканы дұрыс жасамау. Яғни мысалға қараңыз, сіздің затыңыз Алматыға келді Қытайдан, сіз оның упаковкасын өзіңіз жасайсыз, или Қытайдан жасадыңыз. Бұл зат Москваға кетті. Яғни Алматы, Москва 11 күн, 10-11 күн. Сосын Москвадан клиент сатып алғанша 3 күн, сосын клиент оны паровоздан алып біткенше тағы да 3 күн, уже 17 күн болды ма. Енді клиент ашып, қараса, ішінде зат сынып жатыр екен. Или бүлініп қалған, жаман отыз жазады сізге. Бұл жерде ең жаманы, сіз бір ғана зат жеген жоқсыз ғой. Сіз целый партия жібердіңіз де, получается. Сол партияның бәрі бракованный болып кетті. И осы жерде үлкен ақшаға қырыласыз. Бір упаковкадан қателессеңіз. Үшіншісі бұл арзан fulfillment қолдану. Fulfillment деген затты өзі орап, өзі Москваға жеткізетін компания. Орауды сіз өзіңіз істеп, тек жібере аласыз. Мысалы, мен қазір сөйтем. Тек логистика ретінде қолданамын. Арзан fulfillmenттар, арзан качество деген сөз емес. То есть сіз көбірек жоғалтуыңыз мүмкін. Затыңыз сіздің Москваға 2 ай кешігіп келуі мүмкін, 1 ай кешігіп қалуы мүмкін. Мысалға, сіз 8 март қалған затыңыз, апрельде келіп тұрса, ол ешкім керек емес, ол не актуальны, ақша жоғалтасыз. Поставканы қадағаламау. Ол деген складта, Москвада заттар бітіп қалса, ол да жаман. Сіздің карточкаңыз топтан түсіп қалады. Яғни, келесі топқа шығару үшін сіз реклама ақша қиюыңыз керек болады. Және юнит экономика есептемеу. Юнит экономика деген бір зат сату үшін кететін қанша ақша. Логистикасына, рекламасына, зарплатасына, адамдардың налогқа көп нәрсе кететін ақша. Осын дұрыс есептемесе, бұл деген қора. Өйткені жақсы сөз бар, Excel'де пайда табыс болса, бұл табыс өмірде де болады. Сосын оборот ойлау, пайдан емес. Мысалы, кейбір компаниялар, кейбір жігіттер бар, 50 миллион зат сатып, 5 миллион табыс көретін. Кейбірлер бар, 15 миллион зат сатып, 5 миллион табыс көреді. Аз ақшамен көбірек табыс көру. Бұл жерде мәселе оборот емес, мәселе прибыльді. И бухгалтерияны дұрыс жүргізбеу, бұл ең банально. Бухгалтерия салықты дұрыс өткізбей, АВР дұрыс өткізбей отса, онда налоговая сіздің ИП-ны просто жауып тастайды. Сосын сіздің ИП-ңызға ақша түспей қалады. Ол да проблема. Қазір мен қалай жұмыс істеймін? Қытайдан кішігірім партия аламын, партия Алматыға келеді, оны Алматыдан сатып көремін. Жақсы сатылса, онда көбірек партия аламын. Если жаман сатылып жатса, осы жерден тоқтаймын. Алдағы менің мақсаттарым қандай? Менде мақсат айлық 30 миллион табысқа шығу. Және де Қазақстанда бұрын мен сияқты майында жүрген кісілерге ВБ-да сауда істеп үйрету. Табысқа шығу үшін 2025-те мен ВБ-ны лучший маркетплейс деп есептеймін. Себебі ВБ-да біріншіден 200 миллиондық аудитория бар. Ол өте үлкен покупательдер ғой. Екіншісі бізде автоматизация процессов. Мысалға, сіз 100 штука келдіңіз тестқа, ол ұшып кетті, сізге енді 10 мың штука келуге. Мысалға, Қытайдан. 10 мың штука келесіз, бірақ сіз 10 мыңды өзіңіз тасымайсыз. Бірден алып, ВБ-ның складына өткізіп тастайсыз ол сразу. И ол өзі кетеді складтан. Заказ түсіп, складтан кетеді. Сіз үйде жатып табыс көре бересіз.
Сонда бұл көп процестің автомат түрде жұмыс істеуі үлкен плюс. Үшінші плюсы, ең басында ВБ сізге шанс береді, мүмкіндік. Сіздің жаңа карточкаңызға new деген флешка береді, топқа шығарады. Яғни сізге сатып көр дейді. Сатып көр. Сата алсаң жұмыс істе, сата алмасаң төмен лақтырып жібереді топтан. Топта болған карточка, естественно, больше клиентке көрсетіледі, яғни больше клиент сатып алады. Төртіншісі, маржа көбірек. Кейбір тауарларға ВБ-да наценкасы 500%-ке жетеді. Және сервис аналитики көп. MPStats, Wildbox дейтін сервистер бар. Ол жерде әр тауар, әр дүкеннің қанша табыс көретінін, қанша сататынын, күніне қанша өтетінін, складта қанша штук тұрғанына дейін білуге болады. Бұл үлкен көмек аналитика кезінде. Яғни тауар таңдағанда сіз рандомно баса салмайсыз, аналитика жасап, нақты түрде таңдайсыз. Енді сіздерге ВБ-да 10 миллион табысқа жететін алғашқы 5 қадамды айтып кетейін. Біріншісі аналитика. Аналитикада тауарды қалай таңдаймыз? Бізге MPStats немесе Wildbox керек. Әуелі біз категория таңдаймыз. Мысалға, сіздің алдыңызда тұрған кез келген нәрсе. Допустим, сағат. Сағат таңдаймыз и сағат нишасына кіріп қараймыз. MPStats-та сағат нишасына кіреміз де и определенный вид сағат таңдаймыз. Осы рынокта монополист бар ма? Егер де осы рынокта бір немесе екі дүкен 50%-тен көп ұстап отырса, оған кіріп керек емес, өйткені онымен жарысу өте қиын. Ең жақсы ниша ол конкуренциясы монополист жоқ. Яғни бір дүкенде 5, бір дүкенде 10%, бір дүкенде 7%, осы ең жақсысы. Окей, монополист жоқ делік. Екіншісі, юнит экономикасын есептейміз. Яғни Қытайдан 16.88-ден қараймыз бағасын, ВБ-дағы бағасын қараймыз. Примерно логистика қанша кетеді, салыққа қанша кетеді, упаковкаға қанша ақша кетеді, оны Алматы, Москва жеткізу қанша ақша кетеді, бүкілін есептейміз. Есептеп табыс менің өз практикам 15%-тен көп болса, уже жақсы. Себебі кейін біз объемды үлкейту арқылы пайданы көбейтеміз. Сөйтіп, пайдасы жақсы екен, конкурент монополист жоқ екен, енді выкуп қараймыз. Бұл айына қанша сатып алынады. Допустим, пайдасы көп, бірақ айына 5-10 штук сатып алынатын нәрседен көп нәрсе отпайсыз. Сізге айына көп сатылатын монополист жоқ, пайдасы үлкен тауар қажет, ниша қажет. Екіншісі, қалай завод табамыз? Қытайда біздегідей перекупщиктар өте көп. Яғни завод емес, бірақ 16.88-де сатып жатады. Көп. Оған қалай ұрынбауға болады? Заводтан фото, видео сұратамыз. WeChat-тан маған жібер, контакттан фото, видеоны жібер. Сосын Google Maps-пен қараймыз. Енді Қытайдың ішінде карталар бар, ішінен қараймыз. Осы адресте шынымен завод бар ма? Или жоқ па? Соны қараймыз. И заводтың бағасы обычно ең төмен болады. Бізге 16.88-ден 10 немесе 20 карточкаға жазып шығу керек. Бағаларын айтты. Сөйтіп, обычно заводта ең төмен баға болады. Бірақ кейде EU Гуанчжоу саудагерлерінде заводтан да төмен баға болады. Ондай да болуы мүмкін. Сол үшін заводтан біз WeChat-тан бүкіл даныларын сұраймыз. Сосын бағаны қалай түсіреміз? Изначально оған айту керек. Мен сенен қазір тестовый партия алам, условно 100 штук алам. Жақсы өтсе, мен сенен 10 штукқа дейін алам. Сол кезде қандай бағамен бересің маған? Қазір 20 юаннан беріп жатсаң, объем болғанда 17-тен бересің ба? Или 18-ден? Берсең, қазір сенен алам. Бермесең, қазір сенен алмайым. Зачем сен маған керексің деген сияқты. Осылай бағаны болашаққа түсіп қойса болады, перспективаға. Келесі логистиканы қалай арзандатса болады. Негізі классика тауары 1000 теңге тұрса, логистикасы 400-500 болады. Обычно солай негізі. Немесе одан да көп. Осыны қалай азайтса болады. Біріншіден, конечно, объем. Біз алатын тауардың объемын үлкейтсек, фураның үлкен бөлігін аламыз да, бізге баға арзан шығады. Немесе сізге айналаңызда и так та фурамен алып жатқан саудагерлер болса, айту керек, соның фурасына мен қоса қояйын өзімнің
15 коробкамды ақшасын төлейін саған, өтінішімен көмектесіп жіберсіз деп. Мысалы, бұл да жақсы лайфхак. Себебі фурамен алатындар өте төмен баға төлейді, өйткені олар тек фура үшін төлейді ғой. И фура күтпейді, оған да логистический компанияға да бұл тиімді. Как продвигать товар? Бізді жаңа айттық, жаңа товарға new деген плашка қойылып, оны ВБ өзі алға итереді, шанс береді. Болмаса, шанс беріп біз болмай қалсақ, ВБ-ның ішінде реклама деген нәрсе бар. Рекламаны қосамыз, басында 100 рубль қойып, ол реклама сізге ключевиктер жинайды. Ключевик дегеніміз сіздің товарды қандай сөздермен іздейді, ең жиі іздейтін. Соны жинап шығады. Сосын аламызда отырып, соның ішінен ең күшті деген ключтарды қалдырамыз, қалғандарын алып тастаймыз. То есть қалғандарын алып тастаған кезде біздің кететін бюджет азаяды. То есть левыйға бюджет кетпейді. Үшінші жолы бұл Instagram, TikTok арқылы продвижение істеу. Яғни көрген шығарсыздар, видеоны көрсетеді, артикул в описании дейді. Сіздің товардың артикулын қалдырып кетеді. Бұл жерде сіздер микроблогерларға шығуыңыз керек. Олар 2000-нан 5000 рубльға дейін ақшалады бір видео үшін. Бірақ бұл сізге перспективада көп ақша келе алады. Сондықтан бұл да өте жақсы тиімді жол. Бесіншісі бұл біз юнит экономика. Оны есептеу үшін бізге Excel таблица керек. Excel'де кәдімгі колонкалармен жазамыз. Мысалға, мынау логистика, товардың құны, мынау Қытайдан Алматыға келеді құны, мынау Алматы, Москва құны, мынау жұмысшының жалақысы, мынау бензин, мынау электричество деп бәрін есептеп шығамыз. Соңында бізді пайда қалатын болса, осымен жұмыс істейміз. Обычно жақсы сөз бар, Excel'де табыс болатын болса, өмірде де табыс болады. Яғни есепте қателеспеу керек. ВБ деген негізі бұл өте үлкен marketplace. Яғни 200 миллион кісі сауда жасайды. Бұны көп адам бизнес емес дейді. Бұл электронный коммерция ғой деп. Хотя бұл жерде тұтас бизнес, және бұл жерде подводный каменьдер де аз емес. Қандай подводный камень бар десеңіздер, штраф, ВБ-да қателік кетсе, штраф береді. Мысалға, сізді заттың көлемі, объемы, мысалға 20-20-10 болса, сіз карточкаға 22, 18, 15 деп жазсаңыз, габариттер басқа. ВБ сізден басқа күтеді, сіз басқа беріп тұрсыз. Ол үшін сізге штраф. Мысалға, сіз затты 15 әкелен дедіңіз, бірақ 17 әкелдіңіз. Ол үшін де штраф. Мысалға, сіздің бракованный товарларыңыз егерде 5%-тен көп болса, магазин блокировкаға кетеді. Ол да штрафтың бір түрі ғой. Сосын негативный отзыв бар. Негативный отзыв деген затыңыз сынып барса, жыртылып барса, возврат болып, клиент қайтарып, ол қайта сатылымға шығып кетсе, негативный отзыв болады. Негативный отзывтар ВБ-дағы ең көңіл бөлу керек нәрсе. Отзывтар. Отзывтар нашар болса, сізден ешкім ештеңе сатып алмайды. Блокировка карточек. Мысалға, сіз бір дүкеннің фотосын қолдансаңыз, өзіңіздің дүкенде сізге ол нарушение авторских прав деген жіберуі мүмкін предложение. Егер де сіз оған дәлел келтірмесеңіз, бұл фото менікі деп, ВБ сіздің карточкаңызды блокқа тастайды. Сосын налог. Налог есептеу өте маңызды. Қазақстанда налогтың бірнеше түрі бар. Упрощенка, розничный, общий. Әрқайсысын зерттеп, НДС-тің асып кетпеу деген сияқты нәрселерге мұқият болып отыру керек. Бұл таза подводный камень. Логистический цепта товардың жоғалып кетуі. Әбден мүмкін нәрсе. Fulfillmentпен 100 коробка жібердіңіз, 100-дің 99 ғана жетті. Бір коробка жетпей қалды. Бір коробканың өзінің құны сіз демек жоғалттыңыз деген сөз. Бұл да Алматыдағы кейбір компаниялар жақсы жұмыс істейді, кейбірлері жаман жұмыс істейді. Fulfillmentтерді айтамын. Сол үшін дұрыс fulfillmentпен жұмыс істеу, бұл да маңызды. Сосын сіз келесі подводный камень Қытайдағы партнердің сізді лақтырып кетуі. Яғни сіз келісілген, мысалға, коробкасыз келісілген качестводан жаман жібереді. Немесе жібермей қояды. То есть ондай да болуы мүмкін. Қытай заводының дұрыс жұмыс істемеуі. То есть ценность бойынша дұрыс жұмыс істемеуі. ВБ-ның ережелері апта сайын, ай сайын өзгеріп отырады. И бұл жерде ең жаманы ВБ сізге
сұрамайды сізден. Келісесіз ба өзгертумен, келіспейсіз ба, ВБ айтады. Мен өзгерттім. Міне қара дейді. Сізде андай выбор жоқ, демократия жоқ. Сосын финансовый разрыв, яғни сіздің кассаңызда ақшаның болмай қалуы. Мысалы, сізге затты Алматыдан Москваға жіберу керек, ал кассада оны төлеу үшін ақша жоқ. Сосын документтердің дұрыс болмауы. Бұл деген, мысалы, киім сататын болсаңыз, сізге киіз деген знак керек, россиян знагы. Бұны орнатпасаңыз, сізге әр тауар үшін 1000 рубль штраф. Мысалы, сіздің тауарыңыз 1000 рубль тұрады, ВБ сізге оның үстіне 1000 рубль штраф қояды, сөйтіп тауардың ақшасын өзін алып алады ВБ. Сосын ВБ-ның поддержкасы ешқашан нормальный жауап бермейді. Мен қанша рет жаздым, дұрыс жауап күтпедім. Обычно робот жауап береді. То есть обратный связь деген ВБ-да беда, өте қиын обратный связьбен. И ең жаман подводный камень ол бізде әрине ақшаның тупо күйіп кетуі. Ешқандай табыс жоқ, ақша құйдыңыз, алып шыққан жоқсыз, даже күйіп кетті. Ондай болуы мүмкін. Мен қазір өзімнің алғашқы запускымды істегім келіп жатыр. Бұл жерде мен реальный мясо бергім келеді, яғни өзімнің опытымнан көрген, практикамнан көрген реальный опыт бергім келіп жатыр, бірақ бұған продажа әлі жабық. Мен сіздерге жақсы бонус дайындап қойдым, оны алу үшін төмендегі анкетаны толтыруыңыз қажет. Ол бонустардың ішіне не кіреді? Сіздер Инстаграмда менің близкий друзьяма өтесіздер. Ол жақта мен ВБ бойынша внутрянкамен бөлсем, яғни өзімнің қысылатындар моменттер, жұмысшылардың жұмысы, упаковканы қалай істейміз, упаковканы қай жақтан аламыз, сондай сияқты. Қытайда бір қытайлық партнерлармен жүруім мүмкін, сондай сияқты көптеген ақпараттар БД-да бөлсемін. Сосын Telegram канал бар. Менде сол Telegram каналға Қытайдың поставщиктарының спискін жіберемін. Яғни мен кімдемен жұмыс істедім, немесе кімдемен жұмыс істегім келді, контактысын алғанмын, сол кісілердің контактысын сіздерге жіберемін каналға. Үшіншісі, мен 3 адамға тегін консультация өткіземін ВБ бойынша. Оны алу үшін анкета толтырыңыздар. Осы видео сабақ қалай болды? Пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер, немесе дайректке Инстаграмға жазыңыздар. Мен оны оқимын және алдағы уақытта ВБ бойынша пайдалы контент жасауға ниетім бар. Көріскенше күн жақсы.